Тұңғыш президенттің тұңғыш көлігі Колеса KZ сайтында сатылымға шықты. Бұл автомобиль несімен ерекше? Темір тұлпар қаншаға бағаланып отыр? Бүгін осы туралы айтамын. Алдымен лайк, пікір қалдырып, арнаға тіркеліңіз. Сонымен қатар кезекті шығарылымдардан хабардар болу үшін қоңыраушаны да белгілей кетіңіз. Вот раньше с этой стороны был сейф. И вот еще есть запасные диски с резиной, такие же бронированные. И есть специальный домкрат. Бұл Mercedes S600 көлігін алғаш рет Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев қолданған. Сатылымға тараздық азамат шығарыпты. Бағасы 222 миллион теңге. Айтуынша, Нұрсұлтан Назарбаев пайдаланған автокөліктер ішінде жеке тұлғаның қолындағы жалғыз көлік осы. Колеса сайтындағы хабарламада мұндай жағдай өмірде бір-ақ рет кездеседі. Мұнда еліміздің бүтін бір тарихы жатыр. Нағыз антиквариат. Аламын деушілерге жеңілдік болады, өзгеде нұсқалар қабылданады деп жазылған. 1993 жылы өндірілген бұл Mercedes-Benz S600 автокөлігі сыртынан қарағанда қарапайым болып көрінгенімен артықшылығы өте көп. Арнайы тапсырыс бойынша Германияда жасалған. Потом обычный V12 6 литров. И вот, я же говорю, что я еще не полностью разобрался в этой машине, в принципе, сколько с владения, да? Сколько здесь проводка. Вот я смотрел аналогичный мотор, да? Но под капотом не столько. Басқа көліктерге қарағанда сыртқы қорғанысы мықты, толыққанды брондалған. Мәселен, дәл осындай көлік Грузия президенті Эдуард Шеварднадзенің өмірін сақтап қалған. Естеріңізде болса, оның машинасына белгісіз біреулер гранатомет және пулеметтен оқ жаудырған еді. Сонымен қатар дәл осындай Mercedes-Benz Ресей президенті Владимир Путинде де болды. Ол 1,3 миллион евроға сатылған. Аталған көлік бомбаға да оққа да төзімді. Калашников автоматымен атсаң да, снайпер винтовкасымен оқ жаудырсаң да төтеп береді. Бензин құятын багы да төзімді. Дөңгелегіне оқ десе де, шинадағы қосымша материал біраз жерге дейін қашып үлгеруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар өрт сөндіру жүйесі де орнатылған. Ол үшін көліктің артқы және алдыңғы бөлігінде екі бірдей батырма бар. Достар, шығарылым ұнаса лайк, пікір қалдырып, арнаға тіркеліңіз. Сонымен қатар кезекті шығарылымдардан хабардар болғыңыз келсе, қоңыраушаны да белгілей кетіңіз.